Сәлеметсіздер ме оқушылар? Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектебі көркем еңбек пәнінің мұғалімі Мақсұт Мадина Тәжрахманқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әлем халықтарының тағамдары. Оқу мақсаттары: шығармашылық жұмыста идеяларын іске асыру мақсатында түрлі ақпарат көздерінің ең тиімдісін таңдай отырып қолдану. Әлем халықтарының тағамдары мен әлемге әйгілі аспазшылардың тағамдарындағы ерекшеліктерді сипаттап салыстыру. Сабағымыздың мақсаты әлем халықтарының және ұлттық тағамдарды әзірлеу технологиясымен танысасыздар. Оқушылар, әлем халықтарының тағамдары бұл көптеген халықтардың өзіндік ерекшеліктері бар тағамдарды айтамыз. Мысалға, Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Әр елдің ұлттық тағамдары олардың мәдениетімен көрініс береді. Еліміздегі көп ұлттың татулығы мен сыйластығы, әр ұлтқа тән салт дәстүрлері, ұлттық тағамдары өзіндік ерекшеліктерге тән. Ендеше балалар, әлем халықтарының тағамдарына жеке-жеке тоқтала кетейік. Хорватия паг ірімшігі. Бұл әйгілі ірімшікті Паг аралында саулық сүтінен дайындайды. Балалар, біздің елімізде де сүт өнімдерінен көптеген ірімшіктер дайындалады. Келесі, Үндістан тандури тауығы. Бұл тағам йогуртпен дәмдеуіште маринатталған тауық еттерінің бөлігінен тұрады. Тандури тауығын көбінесе үлкен саз балшықтан жасалған пеште дайындайды екен. Канада. Путин калорияға өте бай тағам. Оның құрамында фри картоптары, ірімшік және арнайы әзірленген соус бар екен. Аргентина. Асадо. Бұл тағамды шоққа пісіріп, оған нан, салат, чимичури соусымен ұсынады. Австралия. Бәліш қалтқы. Бұл еттен жасалған бәліш. Қалтқы деп аталу себебі қалың аспұршақ сорпасы бар тәрелкеде қалқып тұрады. Грузия. Хачапури. Балалар, бұл өте танымал бәліш болып табылады. Ішінде ірімшігі немесе жұмыртқасы болатын бұл жібекті бәріміз білеміз. Голландия. Майшабақ. Голландиялықтар майшабақты бөлкемен және уақтап туралған жуамен жегенді жақсы көреді екен. Қытай елі. Сушиді бейнелейтін Қытай иероглифі маринатталған балық дегенді білдіреді екен. Қытай елі. Суши ең танымал, дәмді, пайдалы, калориясы төмен тағам түрі. Қазір бұл асхана жер шарының қай бұрышында да жүрсең де дәм татуға болады. Әлемге танымал кеңінен таралған асханалардың бірі Қытай асханасы болып табылады екен. Келесі кезекте қазақтың ұлттық тағамдарына тоқталайық. Қазақтың ұлттық тағамдары: қазақ үшін еттен қуатты ас жоқ. Бешбармақ қазақ халқының басты тағамы. Бешбармақты жылқы, сиыр, қой еттерінен әзірлейді. Бұл тағамды халқымыз сыйлы қонаққа ұсынатын болған. Келесі видеоға назар аударайық. Бұл видеода бешбармақтың жасалу жолы көрсетілген. Оқушылар, осы тақырып бойынша тапсырмаға назар аударыңыздар. Әрқайсымыз жеке орындаймыз. Төменде берілген қай елдің тағамдары және пісіру үшін қандай ас құралдары қажет? Керекті құрал жабдықтарды қағаз бетіне суреттеп саламыз. Қай елдің ұлттық тағамдары екенін анықтаймыз. Тағамдарды дайындау үшін қандай құралдар қажет екенін табамыз. Сіздерге тапсырманы орындау үшін 3 минут беріледі. Жарайсыңдар оқушылар. Тапсырма жауаптары мен
өз жауаптарымызды салыстырып, өз-өздеріңізге баға беріңіздер. Тамаша оқушылар, ал енді бүгінгі сабағымызды бас бармақ әдісі арқылы қорытынды жасайық. Жарайсыңдар. Сіздерге бүгінгі үйге тапсырма, үй жағдайында пиццаны дайындау. Аналарымызбен, немесе әпкелеріңізбен техникалық қауіпсіздік ережесін сақтап дайындаймыз балалар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.